Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым? Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі баулы сөмке тігетін боламыз. Сөмкемізді тігіп бастамас бұрын менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен сөмкеміздің лекаласын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 19-32 ұзындықтағы ақ бет қажет. Осы ақ бетіміздің төменгі жағынан 10 см жоғарыға қарай, 10 см жанға қарай белгілеп алатын боламыз. 10 см жоғары, 10 см жанға. Неке белгілеп алдық. Енді жоғарғы жағынан, белгілеген жақтың жоғарғы жағынан 1 см жанға белгілейміз. Неке 1 см белгілеп алдық. Осы 1 см-ден төмен қарай 6 см түсіреміз. Неке 6 см төмен қарай сызық түсіреміз. Неке түсеу сызық түсірдік. Енді осы белгіленген екі белгінің ортасын қосатын боламыз. Неке қосып алдық. Енді бізге осындай тәлерке қажет болады. Оның диаметрі 20 см. Осы тәлерке арқылы 10-да 10 белгіленген бұрышымызды қосамыз дөңгелетіп. Дөңгелетіп сызып алдық. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Неке қиып алып тастадық. Енді мына бізде бұл сөмкенің жарты беті, мына жер сгиб болады. Енді біз төменгі жақ бұрышынан видеодағыдай 10 см белгілеп алатын боламыз. Неке 10 см белгілеп алдық. Осы 10 см-ден ары қарай 4 см белгілеп белгі қойып қоямыз.
Ендігі кезекте жоғарғы жағынан төмен қарай 4,5 сантиметр белгілеп, оған да белгі қоямыз. Төмен қарай 4,5 сантиметр. Одан кейін осы 4,5 сантиметрден тағы төмен қарай 2 сантиметр белгілейміз. Көрінетіндей қылып 2 сантиметр белгілеп аламыз. Осылай белгілерімізді қойып қоямыз. Біздің лекаламыз дайын. Мен основной матаға бельер матасын алдым турецкий. Сіздер өздеріңіз қалаған матаны алуларыңызға болады. Түгін төмен қаратып, 2 бүктейміз. Айттым ғой, мына жерде сгиб болады деп, сол үшін 2 бүктейміз. Лекаламызды орнатамыз. Және осы лекала бойынша сызып, қиып аламыз. Бізге турецкий бельер основной мата, бұдан 2 штук қажет болады бізге. Екеуін қиып алдық. Астарлық матаға осындай мата алдым. Менде бары, өздеріңіз қалаған астарлық мата аласыздар. Бұдан да 2 қажет болады. Және де флизелиннен 2 штук қажет. Сонымен қоса баулыққа 10-34 болатын основной турецкий бельерден 2 штук, флизелиннен 2 штук қиып аламыз. Бұл баулық үшін қажет. Және де сонымен қоса 19-32 болатын шаршы қиып аламыз. Бұл бізге ішкі қалтасына қажет. Турецкий бельеріміздің үстіне флизелинімізді орналастырып, ыссы өтекпен өтектеп шығатын боламыз. Екеуінді өтектеп алдық. Баулығымызды дәл солай өтектеп алдық. Ендігі кезекте бір-біріне қарама-қарсы орналастырып, лекаламыздағы жаңағы сызықтарымызды основной матамызға түсіріп алатын боламыз. Мен жермен қайшымен түсіріп жатырмын, ыңғайлы болу үшін, әркім өзіне ыңғайлы етіп түсіріп алуларына болады. Мен қайшымен қиып, үстінен ручкамен бастырдым. Ендігі кезекте мына жоғарғы жағындағы 2 сантиметрлік бұрышымызды белгілеп аламыз. Және де осы бұрыштарымызды түзеу сызықпен бір-біріне қосатын боламыз. Бұл қазір баулық өткізетін жер негізі. Осыны тігеміз. Тіккен кезде ыңғайлы болу үшін сызып аламыз. Сызып дайындап қойдық. Ендігі кезекте астарымызды да дәл солай төменгі жағын ғана белгілеп аламыз. Белгілеп алдық, мінекей. Енді основной матамызды аламыз. Мына жерде жаңа 4 сантиметрлік белгіленген төменгі бұрышымызды бір-біріне қосамыз. Және де видеодағыдай бүктейміз. Және осыны
булавкамен түйреп қоямыз. Екі жағында дәл солай істеп аламыз. Дәл видеодағыдай. Сосын бір тігіс жүргізіп жібереміз. Мінекей түйрегенде осындай болып тұрады. Және осыған тігіс жүргіземіз. Мінекей тігіс жүргіздік. Основной матамыз екеуіне. Және астарлық матамызға да дәл солай тігіс жүргіздік. Ендігі кезекте 10-34 баулығымызды видеодағыдай өтектеп алдық. Және екі жанына енді түзеу сызық жүргізетін боламыз. Мінекей түзеу сызық жүргізіп алдық екі жанынан да. Енді осы баулығымызды орнататын боламыз. Ол үшін бізге основной матамызды аламыз. Екі жағынан 9,5 см белгілеп аламыз. Мінекей екі жағынан да белгілеп алдық. Енді осылай дәл видеодағыдай орнататын боламыз. Мінекей дәл осылай орнатып тігеміз. Мінекей екеуін де орналастырып алдық. Енді бір-біріне қарама-қарсы орналастырып біріктіретін боламыз. Мына жерде 2 см өлшенген жерімізді тікпейміз. Өйткені ол баулық өтетін жер. Қалған жерлерімізді бір-бірінің тігісіне келтіріп тігіп шығамыз. Мінекей 4,5 сантиметрлік жерімізді тігіп аламыз бірінші. 2 см тікпейміз, одан ары қарай кетеміз тігіп.
Мінекей тағыдай 2 сантиметрлік жерді тікпей ары қарай тігіп кетеміз. Дәл видеодағыдай. Ендігі кезекте мына бұрыштары қайырылып қалмас үшін дәл осылай видеодағыдай үшбұрыштап қиып алып тастаймыз екі жағында. Екі жағында қиып алдық. Енді сөмкемізді оң қаратамыз. Әдемі жайлап сөмке шығып келе жатыр. Егер менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте ішкі қалтасын тігетін боламыз. Оның үшін 19-32 матамызды 2 бүктеп тігіп шығамыз. Және де шамалы ғана ауыз қалдырамыз мына жерде айналдыру үшін. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Астарлық матамызды алып, ортасын тауып аламыз. Және де осыған қалтамызды орнатамыз. Дәл видеодағыдай. 8 сантиметр төмен түсіреміз. Белгілеп алып. Және түсі жерге қақ ортасын тауып, қалтамызды орнатып шығамыз. Мінекей қалтасына орнаттық. Енді осының үстіне екінші астарымызды беттестіріп, бір жанынан айналдыруға ашық жер алып қаламыз. Мына жерді тікпейміз. Қалған екі жанын тігіп шығатын боламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді осының ішіне сөмкеміздің основной матасын орналастырамыз, кіргіземіз. Және де аузын айналдыра тігіп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Мінекей тігіп алдық. Және де ашық жерімізден сөмкемізді айналдырып аламыз.
және де ашық жерімізді тігіп тастаймыз. Ішіне астарлық матамызды саламыз. Дәл видеодағыдай. Және де айналдырып тағы бір тігіс жүргіземіз. Тіккен кезде ішкі астарлық матасын ішке қарай тартып отырып тігіс жүргіземіз. Лапканың бойымен жүргізсек түзеу шығатын болады. Мінекей тігіп алдық. Енді бізде екі бұрышы мінекей көріп тұрғандарыңыздай ашық, екі жаны. Енді бізде баулықтың орнын тігуіміз керек. Ол үшін маған мынадай машина қажет. Мына үлкен машинада тігу ыңғайсыз болғасын, осы кішкентай машинамен тігіп жатырмын. Дәл осылай орналастырып алып, түзеу сызықпен тігіп шығамыз. Сіздерге үлкен машина ыңғайлы болса, үлкен машинамен тігуге болады. Маған шамалы ыңғайсыз болғаннан кейін осы машинамен тігіп жатырмын. Мінекей тігіп алдық. Ендігі кезекте баулығымызды өткізетін боламыз. Дәл видеодағыдай өткіземіз. Мінекей бірінші баулығымызды дәл осылай өткіздік. Енді екінші баулығымызды осыған қарама-қарсы жағынан өткіземіз. Мінекей екі баулығымызды да өткізіп алдық. Енді осы екі баулығымыздың екі жағынан тартқан кезде мінекей дәл осындай болып шығады. Әдемі қалыпқа енеді. Баулықтарыңыздың жанына гүл немесе моншақ байлап қойсаңыздар болады. Мен де әзірге осылай байлап қойдым. Өздеріңізге ыңғайлы етіп әдемілеп алсаңыз болады. Не көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі баулықта сөмке шықты. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдау етіңіздер. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.